Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін бізде екінші сынып математика сабағы 20-шы сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Сандарға амалдар қолдану, есептер берілген. Енді қараңыздар, бірінші есеп. Мәндері 12, 14, 16, 18 сандарына тең, бірде екі қосылғыштан тұратын өрнектер жаз. Қосылғыштарды және қосындылардың мәнін пайдаланып айырмалар жаз деп берілген екен. Қараңыздар, мәндері 12-ге, 14-ге, 16 және 18-ге тең болу керек. Қазір сіздерге көрсетемін. Бірінші есеп, қараңыздар, мәндері 12-ге тең болатын, 6-ға 6-ны қоссақ 12 болады, мәні 12-ге тең қосындының мәні. 7-ге 7-ні қоссақ 14 болады, қосындының мәні 14-ге тең болып тұр. 8-ге 8-ді қоссақ 16, қосындының мәні 16-ға тең. 9-ға қоссақ 9-ды 18-ге, яғни қосындының мәні 18-ге тең. Енді айырмамен біз тексеруіміз керек. Мына 12-ден 6-ны азайтсақ 6 болады. 14-тен 7-ні азайтсақ 7 болады. 16-дан 8-ді азайтсақ 8 болады. 18-ден 9-ды азайтсақ 9 болады. Яғни қосындының шыққан мәнінен мына қосылғышты азайтсақ бірінші қосылғыш шығып тұр. Яғни осылай тексеруіміз болады. Қосуды азайтумен тексере аламыз. Ары қарай бізде екінші есеп. Қараңыздар, 14, 15, 16, 17 сандардың қосылғыштарының бірі 9-ға тең, екі бір таңбалы қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Қосылғыштардың және қосындылардың мәнін пайдаланып бір айырмадан жаз дейді. Бұны екінші сыныпты біз бұлай, екінші есепті бұлай шығаратын боламыз. Яғни 14, 15, 16, 17 дейді. 9-ға қосу отырып жазуымыз керек. Яғни 9 қосу 5, 14 болады. 9 қосу 6, 15 болады. 9 қосу 7, 16 болады. 9 қосу 8, 17 болады. Енді осы шыққан мәннен қосындының қосылғышты азайтып отырамыз. Сол кезде барлығының 9 шығу қажет. Көріп тұрғандарыңыздай 14 азайту 5, 9 болады. 15 азайту 6, 9 болады. 16 азайту 7, 9. 17 азайту 8, 9 деген сан шығады. Ары қарай үшінші есеп. Қараңыздар, санды және әріпті өрнектерді тап, оларды жаз дейді. Бірінші бізде 14 азайту x тең 8 дейді. Бұл бізде әріпті өрнекке жатпайды, бұл бір теңдеу болып саналады. Одан кейін 45 қосу 50. Бұл жерде сан ғана берілгендіктен кейін бұл бізде санды өрнекке жатады. Санды өрнекте осылай 45 қосу 50 деп жазып аламыз. Ары қарай 23 азайту а дейді. Бізде а деген бұл өрнеге, бұл міндетті түрде әріпті өрнекке жатады. Бұны біз әріпті өрнекке жазып қоямыз. 23 азайту а. Ары қарай 67 азайту 9. Бұл бізде санды өрнек, яғни барлығы сан болып тұрғаннан кейін осына 67 азайту 9 деп жазамыз санды өрнекке. Ары қарай 55 азайту 3, бұдан 6, бұл бізде салыстырмалы түрде берілген. Одан кейін б қосу 5, бұл бізде әріпті өрнекке жатады. Тура осы 23 азайту а-ның астына б азайту 5 деп әріпті өрнекке жазып аламыз. Ары қарай біз, яғни бұл жерде біз тек қана оларды тауып жаз деген, осылай тауып екі жаққа бөліп жазып аламыз. Ары қарай төртінші есеп, қосындылардың мәнін тап дейді. Қосуды азайтумен тексер. 7 қосу 14, төртінші есепке қараймыз. 7 қосу 14, мына жерде 7-ні 1-де 6 деп аламыз. Бірдің өзін жазып, 6-ға қосамыз 14-ті. Бірдің өзін жазып, 6-ға 14 қоссақ 20 болады, 1-ге 20 қоссақ 21 болады. Сонда 21-ден, яғни шыққан мәнінен, екінші қосылғышты алып тастасақ, бірінші қосылғыш шығады. Яғни 21 азайту 14 тең 7. Осылай азайтумен тексеретін боламыз. Ары қарай 23 азайту 8. Бұл біз 28-ді
мынау 23-ті 30-ға келтіріп аламыз. Ол үшін 8-ді 7-де 1 деп аламыз. 23-ке 7-ні қосамыз, оған 1-ді қосамыз. 23-ке 7-ні қоссақ 30 болады, оған 1-ді қоссақ 31 болады. Енді 31-ден мына 8-ді алып тастасақ, міндетті түрде 23 деген сан шығады екен. Ары қарай қараймыз. Мына жерде екіншісі қараңыздар, 9 қосу 40 деп тұр. 9 қосу 40 бізде 49 болады, ал 49-дан 40-ты азайтсақ 9 деген сан шығады. Яғни қосуды азайтумен осылай тексерсек болады екен. Ары қарай 92 қосу 5, 92-ді 90-да 2 деп аламыз. 90-ның өзін жазып, 2-ге 5-ті қосамыз. Жақшаның ішінде 90-ды жазып, 2-ге 5 қоссақ 7 болады. 90-ға 7 қоссақ 97 болады. Енді 97-ден азайтамыз. Мына 92-ні сол кезде 5 шығады. Ары қарай 74 азайту 9. 74-ті 80-ге келтіріп аламыз. Ол үшін 9-ды 6-да 3 деп бөлеміз. 74-ке 6-ны қосамыз, оған тағы да 3-ті қосамыз. 74-ке 6 қоссақ 80 болады, оған 3 қоссақ 83 болады. Енді азайтумен тексереміз. Ол үшін 83-тен азайтамыз, 9-да тең 74 шығады екен. 50 қосылған 27. 27-ні 20 мен 7 деп алатын боламыз. Енді 50-ге 20-ны қосамыз, оған 7-ні қосамыз. 50-ге 20-ны қоссақ 70 болады, оған 7-ні қоссақ 77 болады. Енді азайту амалымен тексереміз. 77 азайту 27 тең болады, 50 шығады. Мінекей бірінші қосылғыш шығады. Ары қарай 28 қосу 36. 28-дің қосындысын 20 мен 8 деп аламыз. 36-ның қосындысын 30 бен 6 деп аламыз. 20-ға 30-ды қосамыз және 8-ге 6-ны қосамыз. 20-ға 30-ды қоссақ 50 болады, 8-ге 6 қоссақ 14 болады. 50-ге 14 қоссақ 64 болады. Енді азайту амалымен тексереміз. 64-ке азайтамыз, 36-ны тең 28 деген сан шығады. Және ең соңғысы 82 қосу 14. 82-ның қосындысы 80 мен 2, 14-кі 10 мен 4. 80-ге 10-ды қосамыз, 2-ге 4-ті қосамыз. 80-ге 10 қоссақ 90 болады, 2-ге 4 қоссақ 6 болады. 90-ға 6-ны қоссақ 96 болады. Енді кері амалымен тексереміз. 96 азайту 14 тең болады, 82 деген сан шығады екен. Ары қарай бізде 5-ші есеп. Қараңыздар, айырмалардың мәнін тап дейді. 5-ші есеп 44 азайту 8. 44 азайту 8. Мына жерде біз 44-ті 40-қа келтіріп аламыз. Және де бізде азайтуды қосумен тексер деп жазылық айтылған. Мінекей азайтуды қосумен тексер дейді. Бірінші шығарып аламыз, сосын тексереміз. 44-ті 40-қа келтіріп аламыз. Ол үшін 8-де 4-те 4 деп бөлеміз. 44-ке 4-ті қосамыз, азайтамыз, одан 4-ті азайтамыз. Өйткені азайту тұр мына жерде. Қараңыздар, 44-ке 4-ті азайтқанда 40 болады, одан 4-ті азайтқанда 36 болады. Енді ол шыққан азайту есепті қосумен тексереміз. 36 қосу 8 тең болады, 44 шығады. Ары қарай 70 азайту 8 62 болады. 62-ке 8 қоссақ 70 болады. 76 азайту 7. Мұнаны біз 70-ке келтіріп аламыз керек. Ол үшін 77-ні 6-та 1 деп аламыз. 6-та 1 деп аламыз. 76 азайту 6. 70 болады. Одан 1-ді азайтсақ 69 болады. Енді тексереміз қосумен. 69 қосу 7 тең 76 деген сан шығады. 70 қосу 56. 56-ның қосындысы 50 мен 6. Енді 70-тен 50-ді азайтамыз, одан 6-ны азайтамыз. 70-тен 50-ді азайтқанда 20 болады, одан 6-ны азайтқанда 14 болады. Енді тексереміз қосумен. 14 қосу 56 тең 70 деген сан шығады. Ары қарай 18 азайту 9. 18-ді біз 10-ға келтіріп аламыз керек, өткені азайту тұрғаннан кейін 9-ды 8-де 1 деп аламыз. 18-ден азайтамыз 8-ді 10 болады, одан 1-ді азайтсақ 9 болады. Ал 9-ға 9-ды қоссақ 18 деген сан шығады. Ары қарай 73 азайту 6. 73-ті біз 70-ке келтіріп аламыз. Ол үшін
6-ны 3-те 3 деп бөлеміз қосындысын. 73-тен 3-ті азайтқанда 70 болады, одан 3-ті азайтқанда 67 болады. Енді 67-ге 6-ны қоссақ, яғни қосумен тексерсек, 73 деген сан шығады. 80 азайту 60, 74. 80 азайту 6, 74 деген сан шығады. 74-ке 6-ны қоссақ, 80 деген сан шығады. Яғни қосумен тексереміз. Ең соңғысы 100 азайту 43. 43-ті 40 пен 3-тің қосындысы деп аламыз. Енді осы 100-ден 40-та азайтамыз, одан 3-ті азайтамыз. 100-ден 40-та азайтқанда 60 болады, одан 3-ті азайтқанда 57 болады. Қосумен тексерген кезде 57 қосу 43 тең 100 деген сан шығады. Ары қарай бізде 6-шы есеп қараңыздар. Кестені толтыр дейді. Мына жағында қосу амалымен берілген қараңыздар. Мына жақта өсу ретімен және мына жақта да өсу ретімен жазылған. Мысалы 9 қосу 2 осы бағанға ортасын жазамыз. 9 қосу 3 осы жерге жазамыз деген сияқты шығаратын боламыз. 6-шы есеп 9 қосу 2 бізде 11 болады. 9 қосу 3 12, 9 қосу 4 13, 9 қосу 5 14, 9 қосу 6 15, 9 қосу 7 16, 9 қосу 8 17, 9 қосу 9 18. Яғни бірінші қатар 9-ды білдіреміз, ары қарай 8-ші қатар 8 қосу 2 10 болады, 8 қосу 3 11 болады, 8 қосу 4 12 болады, 8 қосу 5 13 болады, 8 қосу 6 14 болады, 8 қосу 7 15 болады, 8 қосу 8 16 болады. Ары қарай 7 деген санға 7 қосу 2 9, 7 қосу 3 10, 7 қосу 4 11, 7 қосу 5 12, 7 қосу 6 13, 7 қосу 7 14. Соңғысы 6, яғни 6 қосу 2 8, 6 қосу 3 9, 6 қосу 4 10, 6 қосу 5 11, 6 қосу 6 12 деген сан шығады. Ары қарай 7-ші есеп қараңыздар. Өрнектердің мәнін тап дейді. Бірінші А нұсқасында С қосу 9 дейді. Мұндағы С 31-ге тең, яғни мына жердегі С деп отырғанымыз бізде 31 деген сан. Яғни енді осы С-ның орнына 31-ді қойып шығаратын боламыз. Ары қарай 7-ші есеп қараңыздар. Осы қосу 9, мынаны 31-ді осы жерге қоямыз. Демек 31 қосу 9 деген сан шығады. 31-ді біз 30-да 1 деп аламыз. 30-ның өзін жазып 1-ге 9-ды қосамыз. 30-ның өзін жазамыз да 1-ге 9 қоссақ 10 болады, 30-ға 10 қоссақ 40 деген сан шығады. Енді екіншісі B азайту 42. Бұл жердегі B бізде 80-ге тең. Яғни 80 азайту 42. 80-ді 70-те 10 деп аламыз, 42-ні 40-та 2 деп аламыз. Енді азайту тұрғаннан кейін ондықтарын, бірліктерін бір-бірінен азайтамыз. 70 азайту 40, 10 азайту 2. 70-тен 40-та азайтсақ 30 болады, 10-нан 2-ні азайтсақ 8 болады. 30 қосылған 8, 38 деген сан шығады екен. Ары қарай 8-ші есеп қараңыздар. Өрнектердің мәнін тап дейді. 78 азайту 18 қосу 36. 8-ші есеп қараңыздар. Біз бірінші 78-ден азайтамыз 18-ді. Сол кезде 60 болады. Оған 36-ны қоссақ 96 болады. 17 қосу 25. 17-ге 25-ті қоссақ 42 болады. Одан 23-ті азайтсақ 19 деген сан шығады екен. Мына жерде тең болады. Ары қарай 91 азайту 35 қосылған 18. Мына жерде бірінші жақшаның ішін қосуды орындаймыз. 91-дің өзін жазып, 35-ке 18-ді қоссақ 53 деген сан шығады. Ал 91-ден 53-ті азайтсақ 38 деген сан шығады. Ал одан кейін жақшаның ішінде 69 қосу 13. Яғни бірінші осы жақшаның ішін орындаймыз. 69-ға 13-ті қосқанда 82 деген сан шығады. Одан 47-ні азайтқанда 35 деген сан шығады екен. Ары қарай 9-ші есеп қараймыз. Есепті шығар дейді. Айнашта 26 карандаш бар. Ал дәптерлерінің одан 4-еуі артық. Айнашта неше дәптер бар дейді.
Айнашта жалпы 26 карандаш бар, ал дәптерлерінің одан 4-еуі артық дейді. 9-шы есеп карандаш 26, дәптерлер, яғни 4-еуі артық деп жазып аламыз. Шешуі 26 қосу 4. 26-ны келтіреміз, 20 мен 6 дейміз. 20-ның өзін жазып, шақшаның ішінде 6 мен 4-ті қосамыз. 20-ның өзін жазамыз, 6-ға 4-ті қоссақ 10 болады, 20-ға 10-ды қоссақ 30 болады. Сонда жауабы дәптерлер 30 дана екен. Ең соңғы есебіміз 10-шы есеп. Есепті шығар. Мадинада 70 теңге болды, ал ол 56 теңгеге тоқаш сатып алды. Мәдинада неше теңге қалды дейді. Мадинада жалпы бізде 10-шы есепте болды 70 теңге алды, яғни тоқаш алды 56 теңгеге қалды сұрақ белгісі, яғни осы қалған есептейміз. 70 азайту 56 деп жазамыз. Шешуі 70-ті 60-та 10 деп аламыз, 56-ны 50-де 6 деп аламыз. Енді 60-тан 50-ді аламыз, 10-нан 6-ны аламыз. Яғни 10-дықтан 10-дықты, бірліктен бірлікті азайтатын боламыз. 60-тан 50-ді азайтқанда 10 болады, 10-нан 6-ны азайтқанда 4 болады. 10-ға 4-ті қоссақ 14 деген сан шығады. Демек, жауабы 14 теңгесі қалған екен Мадинаның қалтасында. Мінекей достар, осымен біздің 20-шы сабағымыз аяқталды. Алдағы менің сабақтарымды көргіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Қош сау болыңыздар.